Бүгінгі тақырыпта диарея яғни іш өту туралы және оның үй жағдайында қалай емдеу керектігін қарастыратын боламыз. Ең бірінші диарея дегеніміз не? Ол деген 24 сағаттың ішінде кем дегенде 3 рет немесе одан да көп болатын сулы сұйық нәрестің сыртқа шығуы. Оның негізгі себебі инфекция, яғни бактерия, вирус, паразит, тіпті саңырауқұлақ болуы да мүмкін. Балалардағы іш өту мен құсу кезіндегі ең басты қауіптенетін нәрсе ол сусыздану. Өйткені ересектерге қарағанда балалардың сусыздануы тез орын алады. Бұл кезде нәрест арқылы тек қана организмдегі су емес, электролиттердің, тұздардың шығып кетуі орын алады. Ол өте қауіпті. Судороги болуы мүмкін, тіпті летальный исход баланың өміріне қауіп төнеді. Ең бірінші паникаға түспейміз, яғни сенімді түрде сабырмен әрекет жасау керек. Көбісі ата-аналар бар, яғни баласының ауырып жатқанын анасына ауыр тиетін болғандықтан уайымшыл болып не істеу керектігін ұмытып қала жатады. Сондықтан уайымдамаймыз. Екінші, баланың іші өтіп құсқан кезде ең бірінші берілетін нәрсе ол сұйықтық. Әр құсқан сайын, іш өткен сайын жиі аз-аздан беріп отырамыз. Бұл іш өту кезде болсын, құсқан кезде бала тек қана суды жоғалтпайды, оның құрамындағы электролиттерді жоғалтады. Сондықтан сұйықтық беру деген тек суды беру емес, оның құрамындағы глюкозалар, натрий, хлор деген сияқты иондары бар арнайы ерітінділерді беру керек. Осы кезде бәріміздің есімізге регидрон түседі. Регидрон емес, қазіргі таңда регидрон био дегенді береді. Өйткені оның дәмі кішкене тәттірек болады, суда ериді және кішкене түсі бұлыңғырлау болғанымен бала тәтті болғандықтан оны ішеді. Ішпей жатса тіпті баланы қызықтырып түрлі ойындар арқылы, мысалы турбочкамен беру деген сияқты балаға міндетті түрде сұйықтықты беру керек. Балаларда қолданатын ерітінділер бәрі оңай дайындалады. Ол пакетикті біз 1 литр суға немесе 200 мл суға ерітеміз. Мына жерге препараттың атын жазып қойдым. Ол ерітіндіні біз үйден де дайындауымызға болады. 1 литр суға 1 шай қасық тұзды, 2 шай қасық қантты және 1 шай қасық соданы қосуымызға болады. Бірақ әрине арнайы ерітінділерді алған дұрыс. Сондықтан да егер үйлеріңізде балалар болса, алдын ала алғашқы көмек ретінде алып қойсаңыздар болады. Бұл сұйықтықтарды қанша мөлшерде беру керектігінен бұрын ең бірінші біз ақсуда сусыздану бар ма жоқ па екенін анықтап алуымыз керек. Оның 3 дәрежесі болады. Ең бірінші сусыздану жоқ, және жеңіл дәрежелі сусыздану, үшінші ауыр дәрежелі сусыздану. Біз бірінші ауыр сусыздану жоқ екендігіне көз жеткізіп алуымыз керек. Яғни мына жерде 4 белгіге қараймыз. Біріншісі летаргиялық немесе есінен танып қалуы мүмкін бала, және де көзі кіртиген болуы мүмкін, немесе нашар ішеді, немесе мүлдем іше алмауы мүмкін, және терінің тургыры өте баяу жіберіледі, яғни шымшу әдіс сияқты теріні ұстап қайтадан жіберіп қалған кезде қалыпты ол тез қалпына келіп тегістеліп қалады. Ал сусыздану бар балаларда ол өте баяу жіберіледі, яғни 1001, 1002 деп санаған кезде жіберіп қалғанда ол тез жіберілу керек, яғни 2 секундтан немесе 1001, 1002 деп санағанда 1002-ден ұзақ уақытқа дейін баяу жіберілетін болса, онда ол бізде сусыздану белгісі бар екендігін көрсетеді. Осы аталғандардың 4 белгінің ішінде 2 болатын болса, бізде ол ауыр дәрежелі сусыздану. Мұндай кезде біз стационарға апаруымыз керек. Ем сол жақта жүргізіледі, яғни больницаға апару керек. Екінші, жеңіл дәрежелі сусыздану. Осы жерде аталғандардың қайсысы бір 2 болғаны, яғни бала мазасыздануы мүмкін, немесе көздері кіртиген болады, немесе шөлдеп ішетін болады, суды сұрап, және де жаңағы айтқан тері тургырының баяу түрде жіберілуі. Мұндай кезде біз план Б деген емді қолданамыз. Қазір оның бәріне тоқталамыз. Енді сусыздану ешқандай белгілері болмаса, план А бойынша ем жүргізілетін болады. Егер жоғарыда аталып өткен сусызданудың белгілері болмаса, 5 реттен аз іші өткен болса, 1 рет құсқан болса, оғанда біз А жоспарын қолданамыз. Егер бала 6 айға дейінгі болса, жиі емізу керек. Әр іш өткен сайын еміземіз. Егер бала смес ішетін болса, смес беру керек, яғни әр іш өткен сайын, құсқан сайын 20 мен 50 мл арасында беріп отырамыз. Егер бала 6-дан жоғары, бірақ 2 жасқа дейінгі болатын болса, әр іш өткен сайын біз оған 50 мен 100 мл арасындағы сұйықтықты беру керек. Осындай іш өтумен балалар дәрігердің алдына тексеруге келген кезде, дәрігер осындай А жоспарын тағайындады, мысалы ешқандай сусыздану жоқ болған кезде. Сосын біз оны міндетті түрде анасына ескертеміз. Егер мысалы осындай жағдайлар болса, ауруханаға шұғыл түрде келіңіздер деп. Яғни ол жағдайлар, егер бала іше алмайтын болса, ем алмаса, жағдайы нашарлай берсе, лихорадка, яғни температурасы қатты жоғарыласа, және баланың нәжісінде қан аралас болса. Жоғарыда көрсетілген кесте бойынша балада жеңіл дәрежелі сусыздану болса, Б жоспарын қолданамыз. Қажетті сұйықтықтың мөлшерін
біз баланың массасын, яғни килограммды 75-ке көбейту арқылы есептейміз. Яғни 14-ті 75-ке көбейтсек, мысал ретінде 1050 шығады. Сол 1 литр сұйықтықты біз 4 сағаттың ішінде ішкізуіміз керек. Бұдан бөлек бала тағы да көп мөлшерде сұйықтық ішкісі келсе, шөлдеп сұраса, оны біз сұйықтықты бере береміз. Баланың қалауынша емізуді жалғастырған жөн. Сол 4 сағат жасап болғаннан кейін баланың жағдайын міндетті түрде тексереміз. Егер балада жалпы жағдайын жақсаруын көрсек, кілегей қабаттары ылғалды, шөлдеуі, ішету басылып немесе азайса, кіші дәретке шыққан болса, яғни диарея басылғанша А жоспары бойынша жүргіземіз. Яғни А жоспары әр іс өткен сайын және де құсқан сайын ғана сұйықтықтың мөлшерін беріп отыру. Егер осы сустану белгілері әлі сақталса, жағдайы сол қалпында болса, Б жоспары бойынша жаңағы сұйықтықты 4 сағаттың ішінде беріп отыруды жалғастыру керек. Іш өту кезіндегі тамақтану. Күрішті суға пісіріп беруге болады, бірақ тәбеті болмаса баланы қинамау керек. Тәбеті болса, күріш, гречка, банан, макарон, ет өнімдерін беруге болады, бірақ жеміс-жидекті, сүт өнімдерін шектеу керек. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.